Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қатылама, кейбір жерлерде пәтір нан деп аталынатын нанның рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Сонымен қатар менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Олай болса бастайық. Бізге керегі сүт, су керек болады. Соны мен мына жерде біріктіріп қосып жатырмын. 100 грамм сүт, 200 грамм су, бір ас қасық сары май, бір жұмыртқа, бір шай қасық қант, бір шай қасық тұзды салып жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін ұнымызды қосып қамыр қылып илейміз. Қамырымыз орташа жұмсақ болу керек. 450-500 граммдай ұн кетеді. Жақсылап осылай илейміз де қайырып ыдысымызға салып бетін жауып қоямыз. Оғанға дейін біз начинкасын дайындайтын боламыз. Начинкасы менде етпен болады. Мына жерде менде піскен ет. Ет асқанда осындай еттер қалып қоятын болса, осылай пәтір нанның арасына қоссаңыз өте дәмді болады. Негізінде ешқандай айырмашылық жоқ. Шикі ет қоссаңыздар да болады, турап фарш қоссаңыздар да болады. Ешқандай айырмашылық жоқ. Менде ет осылай қалып қоятын болғандықтан, осылай піскен етті турап, көбінесе осындай пәтір нан жасап тастаймын. Енді осылай турап аламыз етті. Одан кейін бір пияз қосамын. Оны да майдалап, кубиктап тураймыз. Барлығын турап болғаннан кейін паприка, қара бұрыш, қызыл бұрыш қосып, жақсылап араластырып, дайындап аламыз. Енді қамырымды мен ортада бір қайырып алғанмын тағы да. Енді осы қамырды мен 3-ке бөлемін. 3 бөлікке теңдей бөліп, зуалап қоямыз. Енді оқтаудың көмегімен жайып шығамыз, жұқалап. Жайып болғаннан кейін сармайды ерітіп жағамыз. Жағып болғаннан кейін жаңағы начинкамызды бір келкі қылып салып шығамыз. Енді ораймыз. Орап болғаннан кейін тағы да видеода көрсетілгендей тағы да ораймыз. Ең соңғы бөлігін астына қарай жібереміз. Қамырдың соңғы жағын. Одан кейін оқтаудың көмегімен осылай ақырын ғана, қатты баспаңыздар, ақырын осылай жаямыз. Осымен дайын болды. Енді противеньге пергамент қағазын төсеп барып салсаңыздар болады. Менде пергамент қағазы бітіп қалған екен, сондықтан астына май жағып осылай саламын. Және бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, вилканың көмегімен осындай узор жасаймын. Духовкамызды алдын ала қыздырып алып, 180 градуста 20-25 минутта пісіп шығады. Менің пәтір нандарым міне пісіп шықты. Өте әдемі және дәмді болып шығады, қатпарлы болып шығады. Сондықтан жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Егер ұнап жатса, лайк баса кетіңіздер.